Бүгін рейд жұмысына сәйкес тексеру топтарының әр учаскеден 30-дан аса есірткі жарнамаларының табуы қолданушылардың саны артқанының айқын дәлелі болып отыр. Нәтижесінде облысымызда есірткі өнімдерінің таралып жарнамалануы белең алуда екенін байқауға болады. Осыған қарсы психотроптық және синтетикалық есірткінің тұрғын үй қабырғалары мен аялдамалардағы жарнамаларды өшіру жұмыстары жүрді. Аталған зиянды әрекет қабырғалардағы жазылған логинді әлеуметтік желіде тіркеу арқылы жүзеге асырып отырған. Бұндай қылмыстық шаралардың алдын алу мақсатында іс-шаралар осыған дейін де қарқынды түрде жүруде. Нашақорлық қоғамымыздағы тесіріп жатқан ауыр індет. Бүгінгі күн енді республикамыздың көлемінде, әсіресе мынау жастардың, кәмелетті жасқа толмаған жасөспірімдердің арасында синтетикалық түрі өте көп таралуда. Осы нашақорлықтың алдын алу мақсатында Абай облыстық мәслихатының төрағасы Қуаныш Серікқазыұлының қолдауыменен, Абай облысы жастар мәслихатының депутаттарының бастамасыменен бүгінгі күні қала ішінде біз рейд жасап жатырмыз. Әрине бұл бір күндік емес, жүйелі жұмысқа айналатын, ертеңгі күні бүкіл қаланың жастарының, студент жастарының, жасөспірімдерінің басын қосатын волонтерлық акцияға айналатын оқиға. Көзіміз жетіп отыр. Біздің қаламызда өмір сүріп жатқан әрбір азамат өте сергек болуға тиісті. Өйткені біздің тәрбиелеп жатқан жастарымыз ертеңгі қоғамның азаматы. Жастықпенен сондай есірткінің алдауына түсіп кететін болса, ертеңіміз, болашағымыз қалай болмақшы? Елімізде есірткі тұтынған адамдар саны көбеюде. Биыл нашақорлыққа әуес адамдар саны 18 мыңнан асты. Өкінішке қарай бұл көрсеткіш жыл сайын өсуде. Ұлттық құрылтайда көтерілген мәселенің бірі есірткіге қарсы күресті күшейту. Мемлекет басшысы атап өткендей, нашақорлық ұлт саулығына зор қауіп төндіретін кесел. Есірткі жастардың жанында, тәнінде улап жатыр. Сондықтан жасөспірімдер мен жастардың зиянды әрекеттерге жоламай тиімді пайдалануына қоғамда, оқу орны да, отбасы да жауапты. Аяулым Рахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, Арнайы ТВ телеарнасы.